Сәлем достар, сіздермен бірге мен Лағат. Бүгін осындай қалыпты емес форматта, бірақ көркем табиғат аясында сіздермен бірге бір маңызды тақырыпты талқылайтын боламыз. Әр адамның өмірінде жыл сайын орын алатын бір нәрсе бар. Сіз бұған қарсы ештеңе істей алмайсыз. Не істеп не қойсаңыз да, бұл оқиға жылына бір рет қайталанады. Бұл оқиғаның аты туылған күн. Мен өзім 30-дан асып 31-ге келдім. Сондықтан қымбатты інілер және қарындастар, 30 жасыңда бай болу үшін 20 жасыңда ақшаны қалай инвестициялау керек деген тақырыпқа бір арнап видео шығарсақ және осы тақырыпты талқыласақ жаман болмас еді. Менің видеомды бірінші рет көріп тұрған болсаңыз, қош келдіңіз арнамызға. Менің атым Лағат. Лайк баса салуды ұмытпаңыздар. Бірден айтайын, сіздерге қате түсініп қалмаңыздар. Мен ешқандай бай емеспін. Бай болмаса да өздерін байлар сияқты көрсететін ақмақтардан да емеспін. Кешіріңіздер, менде тіпті машина да жоқ. Бизнес класста ұшып көрмедік, ал Инстаграм парақшама қарасаңыздар, ол жерден ешқандай Дубайдың немесе Лондонның көрінісін таппайсыздар. Бірақ мен не тындырдым соңғы 10 жыл ішінде? Көптеген тәжірибелерді бастан өткізу арқылы қателіктер, сәттілік, сәтсіздік, трейдинг, спекуляция дейміз. Солардың нәтижесінде инвестицияға деген мәлім бір деңгейде білім пайда болды. Сол білім арқылы мен 3 брокерлік компанияда 3 түрлі инвестициялық портфолио құрып шықтым. Әр портфельге диверсификация жақсы деңгейде жасалған. Әрине, бұл менің барлық шығындарымды жабу үшін жеткілікті ақша жасайды деп айта алмаймын дәл қазіргі сәтте. Бірақ қазірдің өзінде бұл портфолиолар маған мәлім бір деңгейде пассивті кіріс әкеледі. Маңыздысы, бұл жұмыс бастау алды, дұрыс бағыт талданды. Бұл жерде отырған адамдардың көпшілігінің мақсаты осы шығар. Солай емес пе? Инвестиция жасау арқылы пассивті кіріске қол жеткізу, дивидендке өмір сүру, былайша айтқанда. Дегенмен әттеген-ай дейтін сәттерде жоқ емес. Білімнің, тәжірибенің жеткіліксіздігінен көптеген орайлар қолдан жіберіліп қойды. 2009-2013 жылдар как раз 20-ға аяқ басқан кезіміз. Бұл кез инвестиция жасаудың ең таптырмайтын сәт еді, бірақ ол орайды ұтымды пайдалана алмадым, өкінішке орай. Плюс 2 жыл құрбосқа кеткен уақыт, магистратура оқимын деп, және 5 жыл мамандығым бойынша жұмыс істедім, мұнай саласының инженері болып. Вахта режимінде жұмыс жасадық. Бұл деген сөз 1 жылдың 5 айы таза демалыспен өтетін. 1 жылдың 5 айы. Өте көп уақыттар құрбосқа кетті. Жарайды, жетер, өзім туралы көп айта бермейін. Бұл видео сіздер үшін, қымбатты інілер, қарындастар. Барлық менің кеңестерім, стратегияларым осы жылдар бойы өзіме түйген. Енді бұл тәжірибені сіздер өздеріңіздің 20 жасыңыздағы қаржылық жағдайыңызды тиімді пайдалану үшін кәдеге жарата аласыздар деп ойлаймын. Менің ойымша, бұл сіздің өміріңізде алғаш рет үлкен қадам жасауыңызға мүмкіндік береді. Егер сіз банк картаңызбен дұрыс ойнасаңыз, лайк бассаңыз, және видеоны соңына дейін көрсеңіз деп қойсам. Ендеше бастайық. Бірінші нәрсе, егер сіз 20 жаста болсаңыз, инвестицияны кешіктірмей бірден қолға алыңыз. Есімде бар, 20 жасымда алғаш рет күрделі пайыздың не екенін оқып танысқанмын. Содан бері бұл ұғым менің санама тереңде енді. Қараңыздар, 20 жасыңда 7% өсіммен инвестицияға салынған $1 65 жасыңда $21 айналады. Ал егер ол $1 10 жыл кешіктіріп салған болсаңыз, яғни 30 жасыңызда, онда 65 жасыңызда ол небәрі $10.68 ғана өседі. Бұл деген сөз, инвестицияны 20 жасында бастағандардың байлығы 30 жаста бастағандардың байлығынан 2 есеге көп болады деген сөз. Дұрыстап үңілсеңіз, бұл өміріңізді түбегейлі өзгертеді. Осы ұғымды түсінгеннен кейін мен ақшаны
мүмкіндігінше жылдам, мүмкіндігінше көбірек инвестицияға салып отыруды дағдыға айналдырдым. Өйткені бұл үлкен мүмкіндік, үлкен орай. Сондықтан сіздердің әрбір ішкен пиваңыз, жеген пиццаңыз, шеккен темекіңіз, ішкен кофеңіз құны $5 тұратын кез келген покупка, яғни 2000 теңгені ойланбай жұмсай салу кез келгеніміздің қолымыздан келеді. Ал шындығында сіз қазір $5 жұмсау арқылы болашақтағы $105 айырылып отырсыз. Немесе 100 бар аяқ киім сіз сатып алатын. Кейбір аяқ киімді тіпті 1-2 рет қана кию үшін сатып алатын адамдар бар. Мүмкін қазір бір аяқ киімге $100 құртқан боларсыз. Бірақ сол арқылы сіз болашақтағы $2100 айырылдыңыз. Немесе тозығы жеткен машина. Тірлікке, бизнеске алған машинаны айтпаймын. Алыңыздар, игілікке жаратыңыздар, ақшаны табыңыздар. Бірақ кейбір жастар бар ғой, ойынға, күлкіге сатып алатын. Тіпті машинаны $5000 ғана сатып алсаңыз да, сол арқылы сіз болашақтағы $105,000 құрттыңыз. Керемет квартира сатып алатын орайды жоқ қылдыңыз. Сондықтан менің ойымша бұл өте маңызды. Инвестицияны жас кезіңізде бастау бұл өміріңізде бір-ақ рет берілетін орай. Вабанкке барыңыз. Бәрін қайырып тастаңыз да, барлық ақшаңызды инвестицияға салыңыз. Және ұмытыңыз сол ақша туралы. Маңызды бір кнопка бар. Оның аты Reinvest. Инвестициядан түскен кез келген пайда, яғни дивиденд дейміз, купон, немесе компенсация, сол сияқты төлемдердің бәрін қайтадан инвестицияға салып отырыңыз. Шешіп алмаңыз оларды ешқашан. Бұндай тактиканы ұстанған адамдар бірнеше 10 жылдан кейін көптеген салықтардан босатылатын болады. Осы видеоны көріп отырған тәлей зор жастар, сіздер екі түрлі жағдайда ерекшеленесіздер біздерден. Біріншіден, сіздер өте жас болғандықтан, скорее всего, көп ақша тауып жатқан жоқсыздар. Бірақ уайымдамаңыздар, бәріміз де 20 жасымызда мандытып ақша таппадық. Есесіне сіздер әлі отбасылық жауапкершілік арқалаған жоқсыздар. Басым көпшіліктеріңіз бойдағы екендеріңіз белгілі. Демек сіздер семьямды, отбасымды қалай асыраймын деп уайымдамайсыздар. Бұл деген сөз, сіздер тапқан ақшаларыңыздың басым бөлігін үнемдеп, инвестицияға салып отыра аласыздар. Екіншіден, сіздердің жас болғандарыңыз соншалық 30-ға келгенше сіздерде толықтай 10 жыл бар. Яғни күрделі пайыз сіздер үшін 10 жыл ерте жұмыс жасайтын болады. Сіздер әртүрлі салықтан, комиссиядан босатылғансыздар. Мысалы, Interactive Brokers'ты айтайық. Interactive Brokers'те жасыңыз 26-дан кіші болса, сіздерден айлық комиссия ретінде $10 емес, тек қана $3 алады. Ал біздерден $10 алады. Осылайша 30-ға келгенде сіздерде қомақты капитал болады. Енді осы екі жағдайды кеңейте отырып, бір нәрсені айта кетуіме тура келеді. Көптеген қаржы кеңесшілері кірісіңіздің 10% үнемдеуге кеңес береді. Бірақ кірістің 10% ғана үнемдеу жеткіліксіз. Ал енді жылаңдар, қалай 10% үнемдеймін? Орташа қазақстандықтардың кірісі осыншама ғана, менде кредит, ақылға сыйымсыз. Мәссаған дизлайк, отписка дейсің ғой. Жарайды, қалжыңсыз. Әрине 10% сақтап отыру бұл жақсы, бұны жаман деп айтып отырғанымыз жоқ. Бұл ештеңені экономдамағаннан әлдеқайда жақсы. Бірақ сіз шынымен де көбірек экономдауға тырысуыңыз керек. Давайте былай түсіндірейін. Егер сіз 20 жасыңыздан бастап кірісіңіздің 10%-ын инвестицияға салып отырсаңыз, онда инвестициядан түсетін пассивті кіріс сіздің айлығыңызға тең болатындай деңгейге жету үшін 51 жыл жұмыс жасауыңызға тура келеді. Қазір ғана айтқанымдай, 10% бұл өте жақсы бастама. Бірақ сіз дұрыстап ойласаңыз, 20 жасыңызды пайдаланып, күрделі пайыз арқылы қаншама ақша жасайтын мүмкіндігіңіздің бар екенін ойласаңыз, көбірек ақша үнемдеу шынымен де қолға алуға тұрарлық іс. Кешкін келмесе, басқалардан оза шапқың келсе, осы істі өміріңнің бастапқы сатысынан бастап-ақ қолға алуың керек. Өйткені дәл қазіргі қалтаңдағы ақшаның құны болашақтағы ақшаның құнынан әлдеқайда көп. Осыдан жайлап екінші түйінге өтейік. 20 жасында кедей сияқты өмір сүру не үшін өте маңызды? 20 жас деген бұл тегін пропуск. Нені меңзеп тұрмын?
Сізден ешкім ештеңе күтпейді. Сіз ата-анаңызбен бірге тұруыңызға болады. Достарыңызбен бірге квартира жалдауыңызға болады. Керек болса ескі машинаны алып міне бересіз. Қаланың арзан районында тұрыңыз. Ешкім сізге көз салмайды және сын айтпайды. Ешқандай әлеуметтік қысым жоқ. Шынымен де 20 жасар балаға қай ақымақ келіп сын айтады, сен не үшін кедей сияқты өмір сүріп жүрсің деп. Ал енді осындай өмірге 40 жасар, 50 жасар адам душар болса не болар еді? Сынның астында қалар еді, солай емес пе? Бұл қадамға сіз қазір баруыңыз керек. Өйткені 20 жасар сіздер үшін бұл қалыпты. 20 жасында кедей сияқты өмір сүру, бұл кедейлік деген түрмеден шығудың кілті. Дәл қазір барыңызда кез келген ақшаңызды инвестицияға салыңыз. Сеніңіз болашақта рахмет айтасыз өзіңізге. Жарайды, енді 20 жаста нақты не нәрсеге инвестиция жасай аламыз? Барлықтарыңыздың естігіңіз келгені осы болар, сіздерге қандай да бір нақтылық керек болып тұр ғой. Мен болсам ақшамды акцияларға және индекс қорларына салар едім. Бөлек-бөлек әртүрлі компаниялардың акциясын сатып алуыңызға болады. Немесе басты қатырмай-ақ индекске арнап ашылған ETF-ті сатып алып отырсаңыз болады. Мысалға SPY. SPY дегеніміз не? Бұл S&P 500 индексіне негізделген, S&P 500 индексіне негізделіп құрылған қор. S&P 500 индексіне ақша салдым деген сөз Американың ең ірі 500 компаниясына инвестиция салдым деген сөз. Яғни әлемдегі, планетамыздағы ең құдіретті, ең қуатты экономика. Инвесторлардың алтын бесігі Америка нарығы дегеніміз. Бұның аналықтары көп. Мысалға Vanguard 500 ETF деген бар, IVV, S&P 500 ETF, VTSAX, тағы басқа индекстер көп бұл сияқты. Кірістілік негізінен ұқсас. Қайсысын талдағыңыз келсе, соны талдаңыз. Сізден не талап етіледі? Бір-ақ нәрсе. Сатып ал да, ұстап тұр. Buy and hold. Нарық құлаған кезде саспаңыз, сатпаңыз, маған сеніңіз, нарық міндетті түрде құлайды. Сол кезде сіздің істейтін ісіңіз саспау. Сатып ал да, ұстап тұр. Ағылшындар айтады buy and hold дейді. Бұл сөз тіркесін инвестор болам деген әрбір адам жадына сақтап, санасына сіңіру керек. Buy and hold. Екіншіден, жылжымайтын мүлікке инвестиция. Егер сізде мұрагерліктен немесе жақындарыңыздың көмегімен алған үйіңіз немесе квартираңыз болса, онда өте керемет бақытты жансыз. Квартирада жалғыз тұратын болсаңыз, бос тұратын бөлмелерін арендаға беріңіз. Белгілі себептермен басқа жерге көшіп жатсаңыз, немесе тағы бір үй сатып алып жатсаңыз, бұрынғы квартираңызды сатпауға тырысыңыз. Керісінше арендаға беріңіз. Бұл сізге қосымша пассивті кіріс әкеліп отырады. Жылжымайтын мүлікті қай кезде сату керек? Тек қана өте тиімді баға, тиімді ұсыныс келіп түссе ғана. Яғни, сіз өте үлкен мүмкіндікті көріп тұрсаңыз, және сол мүмкіндікті жүзеге асыруға тура келсе, сол үшін квартираны сатуға тура келетін болса, онда мүмкін сатсаңыз болар. Өйткені жылжымайтын мүліктің өзі бір актив. Оның құны жыл сайын 7-10%-ға үздіксіз өсіп отырады. Ал арендаға беруден пассивті түрде кіріс үздіксіз кіріп отырады. Сіз ақша салуға тиісті үшінші нәрсе бұл бизнес. Осылайша біз жайлап видеоның үшінші тақырыбына өтеміз. Бұның ешқандай таңғаларлық ісі жоқ. 30 жаста бай болудың ең жақсы әдісі бұл әрине 20 жаста бизнес бастау. Интернеттің, әлеуметтік желілердің арқасында заман қалай өзгерді? Ақша жасауға бұндай керемет шарт жағдай бұрын соңды болмаған. 20 жылдың алдында егер сіз футболка сатқыңыз келсе, не істеуіңіз керек еді? Сіз біріншіден инвентори жасауыңыз керек. Не дейді? Тауарлық, материалдық құндылықтар сатып алуыңыз керек. Дүкенді жалға алуыңыз керек. Оны безендіру, әртүрлі рұқсат қағаздарын алу. Ол үшін взятка беру, бюрократия, сатып алушы жалдауыңыз керек болады. Уақытында жұмыстан шығып, уақытында жұмыстан түсу, қатаң жұмыс режимін сақтауыңыз керек болатын. Ал қазір интернет бәрін өзгертті. Сіз $1000 футболка сататын интернет дүкен құрып тастай аласыз. Әлеуметтік желілердің көмегімен оны миллиондаған клиенттерге рекламалай аласыз. Қымбат бір көшенің бойында көзбен көріп қолмен ұстауға болатындай дүкеніңіз болмаса да, жұмысшыларыңыз жоқ болса да, сіздің сайтыңыз
сіздің интернет дүкеніңіз тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн жұмыс істейді. Тіпті сіз ұйықтап жатсаңыз да жұмыс істейді. Мүмкіндікте шек жоқ ешқандай. Ал егер сіздің бойыңызда азырақ жасампаздық болса, жалқау болмасаңыз, табанды болсаңыз, онда сіз тіпті ірі дүкендермен бәсекелестікке түсе аласыз. Сіздің столыңызда компьютер және интернет болса, кез келген нәрсені жасай аласыз. Ешқандай бастық жоқ. Оны бастау үшін сізге көп ақша да керек емес. Тауарыңызды немесе қызметіңізді деп айтайық, тек Қазақстанға ғана емес, Россияға, басқа елдерге, тіпті америкалықтарға да сатуыңызға болады. Ағылшынша білсеңіз, мүмкіндігіңіз тіпті де көп. Сізге керегі тек жалықпай интернеттен ақпарат іздеу және дұрыс схема құру. Сіздермен осы видеоны бөлісіп отырғанымның өзі, мен айналысатын трейдинг, дропшиппинг, жаңа инвестиция деп жатырмыз. Осы сияқты мүмкіндіктердің осыншама қолжетімді болуы, бұның бәрі интернеттің сиқыры деп айтсақ болады. Сонымен не айтпақшымын? 20 жастан бастап көп ақша тауып 30 жаста бай болудың ең жақсы әдісі бизнес бастау. Және сол бизнесіңіздің мобильді екеніне көз жеткізіңіз. Сіздің бизнесіңіз көбінесе сіздің инвестицияңыздан гөрі сізге көбірек ақша алып келеді. Әрине, егер бизнесіңіз сәтті болса. Бұл менің де стратегиям. Бірнеше жылдар бойы инженер болып жұмыс істедім. Тендермен айналыстым. Дропшиппингті қолға алып жатырмын. Сосын трейдинг. Бұл да инвестициядан гөрі бизнеске жақын нәрсе. Сіздермен бөлісіп отырған осы YouTube-тағы видеоларымның өзі маған болашақта көп болмаса да мәлім мөлшерде пайда келуі мүмкін. Бұл ешқандай таңғаларлық нәрсе емес. Бірақ сіздің инвестицияларыңыз негіз болып есептеледі. Қандай жағдай болмасын, сізде мәлім мөлшерде ақша болады. Тағы бір жағынан бизнес дегеніміз бұл риск. Бұл тұрақты болмайды. Ол сіз қаншалық еңбектенесіз, түсетін пайда соған тәуелді болады. Сондықтан сіз 20 жасыңыздан бастап осы энергияңыз тасып тұрған шағында, идеяларыңыз жанып тұрған шағында мүмкіндігінше көбірек еңбектеніп, көп ақша тауып қалуға тырысуыңыз керек. Ал ол ақшалармен ары қарай не істеу керек, оны қалай жоғалтпау керек және қалай еселеу керек, бұл инвестицияның шаруасы. Жарайды, осы жерден видеоның келесі бөліміне көшейік. Бұл бөлім не туралы? 20 жасыңызда міндетті түрде тәуекелге барыңыз. Дәл қазіргі сәтіңіздің ерекше екені соншалық, егер сіз бірдеңе жасап сәтсіздікке ұшырасаңыз, сіздің алдыңызда бүкіл өміріңіз тұр. Сол сәтсіздікті жабуға, жеңуге және бір сабақ түюге. Егер сіз ақша жоғалтқан болсаңыз, бұл бәрібір де бір қатты бір күйзеліске алып келмейді. Өйткені 20 жастағы адамда қомақты ақша болмайды, қомақты ақшаны жоғалтып алу мүмкіндігі сізде болмайды, былайша айтқанда. Егер бірдеңені сынап көріп, сәтсіздікке тап болсаңыз, бұл бәрібір де ештеңені күйретіп кетпейді. Әрине, заңға қайшы ештеңе істемеңіз. Өкінішке орай, бұл мүмкіндікті мен өзім дұрыс пайдалана алмадым. Сызып қойған шеңберден шыға алмадық. Орта басқаша болды, менталитет дейміз басқаша болды. 20 жасымда менің қолыма $25,000 ақша келіп түсті мұрагерліктен. Бұл ақшаны мен максимально ақылсыз, максимально тиімсіз, максимально пассивті түрде пайдаландым деп айтсам болады. Бұған сол ең басты себеп тәуекелге барудан қорқу, ақшаны жоғалтып алам ба деген уайым кедергі болды, былайша айтқанда. Сіздерге айтпақшым, жасыңыз үлкейген сайын қандай да бір шешімді қабылдау қиынға түседі. Ал 20 жасыңыз үлкен шешімдерді қабылдап, үлкен қадамдар жасайтын тамаша шағыңыз. Сондықтан өмірге, семьяға, тағы басқа жақсы нәрселерге басыңыз байланып қалмастан бұрын жасайтын ісіңді жасап қал. Оның үстіне жас болған сайын сіз психологиялық, физикалық жақтан нагрузканы оңай қабылдайсыз. 30-дан кейін жаныңыз рахат сүйгіш болып алады. 20 жаста бәріміз жүрдік қой, нон-стоп режим дейміз, 24 сағат, тіпті 30 сағат ұйықтамай жүре беру деген ол оңай шаруа болатын. Ал жасыңыз үлкейген сайын бұл әлдеқайда қиынырақ болады. Бай болу үшін тағы бір нәрсені айтқым келеді. Егер сіз үшін бұл әлдеқашан кеш емес болса, егер ойланып көріңіз, универ немесе колледж шынымен де құнын ақтайтын нәрсе ме? Менің ойымша, өз-өзіне жұмыс жасағысы келетін және жас кезінде бай болғысы келетін адамдар үшін колледж немесе универ көп нәрсе бере алмайды. Ойымды төте айтсам, егер мен колледж, университет деген нәрсені тек қана шығын деп ойлаймын. Біріншіден, универге түсу арқылы сіз 4 жыл жұмыс істеп ақша табатын мүмкіндіктен айырыласыз. Ақша таппағаныңызбен қоймай, 4 жыл киім киесіз, тамақ ішесіз, қыдырасыз. Плюс оған оқудың ақшасын төлейсіз, егер грантқа түспеген болсаңыз. Осы бақандай 4 жыл уақытты және оқудың шығынына кеткен ақшаны сіз бизнесті зерттеуге, өсуге, ой өрісіңізді кеңейтуге және ақша табуға жұмсай аласыз.
Ал бұның орнына сіз универге қыстырылдыңыз да қалдыңыз. Оқып жүрген адамның кейіп кеспірін жасап, кабинетте құр босқа отырсыз, немесе общагада жатырсыз ұйықтап. Мені қате түсінбеңіздер, білім алудың ешқандай жамандығы жоқ әрине. Просто бәрін анықтап мақсат қойып алыңыздар. Не үшін университетке түскіңіз келеді? Және ол сізге болашақта қандай пайда береді осы нәрсені? Егер сіздің мақсатыңыз бір жапырақ диплом болса, өйткені ата-анаңыз қалады, универге түскеніңізді, кейін жақсылап бір жұмысқа орналасу үшін. Бірақ сіз жалдамалы жұмыскер болғыңыз келмесе, универдегі мамандықты жаныңыз сүймесе, онда әрине универ дегеніміз немесе колледж сізге не подходит, былайша айтқанда. Ал егер сіз қандай да бір саланың нақты маманы болғыңыз келсе, ғылыми дәрежеге қол жеткіңіз келсе, және болашақта сол салада шынымен де жұмыс істегіңіз келсе, онда әрине жарадыңыз, онда сәттілік, оқыңыз. Университет дегеніміз, колледж дегеніміз міне осындай адамдар үшін. Бірақ дәл қазір мен бай болу және өз кәсібіңді бастау туралы білуге тиісті барлық нәрселердің онлайн режимде қолжетімді екеніне 100% сенімдімін. Ал олардың көпшілігі тегін. Мен өз жеке басым университетте алған білімім маған аса бір пайдасын тигізді деп айта алмаймын. Тіпті мамандық бойынша жұмыс істеп жүрген кездің өзінде де көп нәрсені интернеттен қазуға тура келді. Көп нәрсені нөлден бастап үйренуге тура келді. Ал нақты өміріме кәдеге жарайтын білімді мен интернеттен алдым. Бұл Google, YouTube, Wikipedia және Twitter дейміз, Reddit дейміз. Осы менің образованием. Бұл қазіргі заманның бет-бейнесі. 2021 жыл. Сізге қажетті нәрсенің бәрі интернетте. Медицинаны 6 жыл оқыған адаммен қолында интернеті бар жай адамды қатар тұрғызып, сұрақ қойсақ, қолында интернеті бар адам дәлірек жауап береді. Бұл бүгінгі күннің шындығы. Сіз шынымен де 30 жасыңызда бай болғыңыз келсе, шамалы өзгеше жолды талдауыңыз керек. Көптеген адамдар қаржылық қиындықтарға тап болып жатады, олар өздері жаны сүймейтін жұмыс істеуіне тура келеді. Бір емес бірнеше жерде параллельно жұмыс істеуіне тура келеді, бақытсыз өмір сүреді, былайша айтқанда. Егер сіз олардан басқаша болғыңыз келсе, сізге дәстүрлі емес жолмен жүру керек. Көптеген адамдар жасамайтын нәрсемен айналысу, немесе көптеген адамдар барғысы келмейтін тәуекелге бару деген сияқты. Енді осылардың ішіндегі ең маңыздысы, осы видеода өзіме ең ұнайтын, ең керемет түйін деп айтсам да болады. Бұл дегеніміз, осы айтқандарымның бәрін орындай отырып, сонымен бірге өмір сүру инфляциясын болдырмау. Өмір сүру инфляциясын болдырмау. Өмір сүру инфляциясы, бұны ағылшынша lifestyle inflation дейді. Бұл деген сөз не? Қараңыз. Сіз айына 200 000 теңге ақша тауып жүрдіңіз. Сіз осы ақшаңызды бәріне жеткізіп, тіпті мәлім бір бөлігін үнемдеп сақтап жүрдіңіз. Сөйтіп жүргенде жалақыңыз немесе кірісіңіз бір күні 300 000 теңге өсті. Сіз өзіңізді жайлап босата бастайсыз. Кеше тамақтың бәрін үйде өзіңіз істеп жүрген болсаңыз, енді 2 уақ сырттан, столовыядан тамақтана саласыз. Біраз уақыттан кейін айлығыңыз 400 000 теңгеге өсті. Енді сіз тамақты столовыядан емес, кафе, рестораннан ойланбай ақ іше саласыз. Күндер өтті, ары қарай кірісіңіз 500 000 теңге өсті. Енді сіз апта сайын киім алуды әдетке айналдырдыңыз. Осылайша жайлап кете береді. Өмір сүру дағдыңыз қалай өзгергенін өзіңіз де байқамайсыз. Айлығыңыз 800 000 теңге болды. Не істейсіз? Ескі машинаңызды мінгіңіз келмейді. Айына 200-300 000 теңге төлейтін кредитке машина аласыз. Өйткені табатын ақшаңыз көбейді, енді мұны сіз өзіңізге позволить ете аласыз. Сөйтіп жүріп тағы 2 жыл өтті. Айлық кірісіңіз 1 000 000 теңгеге жетті, тіпті одан асты. Сізге аяқ астынан тұратын үйіңіз кішкентай болып көрінеді. Осылайша сіз үлкенірек үй аласыз, оған көшесіз. Одан кейін тағы да бұрынғы машинаңыздан сәл үлкенірек тағы бір машина аласыз. Өйткені сіздің табатын ақшаңыз бұрынғыдан әлдеқайда көп. Енді сіз бұған лайықтысыз. Көп нәрсе сізге қол жетімді. Бірақ қызық неде жатыр? Мұны тіпті өте көп адамдардан байқауға болады. Күлкілісі, айына 1 000 000 теңге табатын адамның экономдайтын ақшасы бұрынғы 250 000 теңге тауып жүрген кезіндегі экономдайтын ақшасымен бірдей ғана екен. Өз кезінде 250 000 теңге тауып, 50 000 теңгесін экономдап отырды. Қазір 1 000 000 теңге табады, бірақ сонда да айына қалатыны 50 000 теңге ақша. Ал былай қарасаңыз, бұрынғыдан 4 есе көп ақша тауып жатырсыз. Өмір сүру инфляциясы немесе өмір салты инфляциясы дейміз.
Бұл дегеніміз міне осы. Өмір сүру инфляциясын жеңудің жалғыз жолы, егер сіз көбірек ақша тауып жатсаңыз, шығындарыңызды бірдей сақтаңыз. Ештеңені өзгертпеңіз. Артық ақшаңыздың бәрін инвестицияға салыңыз. Бұл артық ақшаның бәрін жұмсай беретін, немесе қатты жұмыс істеп қойдым деп өз-өзіңізге сыйақы беретін уақыт емес. Сіздің сыйақыңыз ол, сіз ақша үшін жұмыс істегеніңіздің орнына сіздің ақшаңыз енді сізге жұмыс істейтіні. Дұрыс айттым ба? Сіз ақша үшін жұмыс істегеніңіздің орнына сіздің ақшаңыз енді сізге жұмыс істейтіні. Міне, бұл сіздің нағыз сыйақыңыз. Қараңыздар, бұл туралы бір қалыпсыз ойлау әдісі бар. Егер бір нәрсені сатып алғыңыз келсе, ең алдымен сізге сол заттың құнын шығару үшін қаншалықты инвестиция жасауыңыз керек, соны анықтап алуыңыз керек. Мысалы, мен аптасына 20 000 теңгеге ресторанға барып тамақтанғым келеді деп ойлайық. Жарайды, бұл деген сөз менің инвестициялық шотымда кемінде 20 миллион теңге жату керек деген сөз. Сонда ғана менің инвестицияларымнан түсетін пассивті кіріс осы апталық барлық ресторандардың шығындарын жабатын болады. Сондықтан сіз жақсы көретін затыңызды сатып алғыңыз келсе, ең алдымен сол құнды шығару үшін қаншалық ақшаны, қандай активке инвестициялау керек, соны ойлаңыз. Ақыры соңғы айтарым, осы әдемі жоспардың, әдемі ертегінің бәрін тас-талқан ететін нәрсе ол тиімсіз кредит. Егер сіздің алмақшы болған кредитіңіз жалпы соңында сізге көбірек ақша алып келмейтін болса, одан аулақ жүріңіз. Мысалы, сіз футбол қарау үшін 1 000 000 теңгеге 4К телевизор алдыңыз дейік, 2 жылға кредитке. Бұл сізге ақыры соңында көбірек пайда әкеле ме? Әкелмейді әрине. Керісінше сіз оны ешқашан сатып алған бағаңызға сата алмайсыз. Сондықтан керек емес. Егер сіздің портфеліңізде өте қомақты ақша жатса, яғни инвестициялық портфеліңізде, және сол портфельден түсетін пассивті кірістер сол телевизордың құнын ақтайтын болса, онда оның жөні басқа. Ал әзірше ондай деңгейге жетпедіңіз бе, онда керек емес. Бірақ 17%-ық бизнес кредит алып, оны 25% пайда әкелетін жаңа жобаға салу әрине тиімді. Кредит, қарыз дегеніміз бұл сіздің әрі досыңыз, әрі жауыңыз. От сияқты, отты сіз дұрыстап пайдалансаңыз, сіз онымен тамақ істейсіз, үйіңізді жылытасыз дегендей. Ал егер оны дұрыстап пайдаланбасаңыз, онда ол үйіңізді немесе өзіңізді қосып өртеп жіберуі мүмкін. Сондықтан оны ақылмен істету керек. Осылайша видеоны бөлімнен бөлімге секіріп айтып жатырмын. Ойлағаннан сәл ұзаққа созылса да, құрметті менің оқырмандарым, сіздерге қалайда бір пайдасы тиді деп ойлаймын. Бұны естулеріңіз керек болды. Егер сіз осы жерге дейін тыңдап, көріп келген болсаңыз, бұл видео шынымен де 30 жасыма дейін жағдайымды жасаймын деген адамдар үшін 20 жасын қалай ұтымды пайдалану керек деген тақырыпқа бір нұсқаулық болады. Шынымен де сіз 20 жасыңызда осының бәрін санаңызға түйіп, қолға алсаңыз, дисциплина болса, жалқау болмасаңыз, табанды болсаңыз, онда қалған бүкіл өміріңізге бір үлкен даңғыл жол салған болар едіңіз деп сенімді түрде айтар едім. Артыңыздан ерген інілеріңіз, қарындастарыңыз болса, осы видеоны сол адамдарға жіберіп таратып қойыңыздар. Көп рахмет сіздерге.